Ауdiдің фанаттары алдарыңызда 2018 жылғы Audi A6 автокөлігі премиум комплектациясында. Бұл бізде максимальный комплектация. Осы автокөлікті қазір толықтай қазақ номерге есептейтін боламыз. Видеоны соңында не көріңіздер. Оңтүстік Кореядағы бағасы 6 миллион 50 мың теңге. Бізде 143 мың оригинал пробег жүрілген. Максимальный комплектация, барлық функциясы бар. Алдыңғы LED оптика және де әдемі бізде титановый дисктер. Мотор енді жылтырап тұр, өте жақсы жағдайда. Екі куб бізде турбированный мотор. Ішкі салон бойынша да қараңыздар, подсветкасы және де подогрев, обдув сиденья, ручник бізде электрический, функциясының барлығы бізде сенсорлы басқарма жүйесі, электропакет, память және де алдыңғы орындықтарда бізде плавающий сиденьясы бар. Салон бойынша енді әңгіме жоқ. Арт жағында да бізде управление мультимедиа және де 360 камерасы бар. Міне аймағының барлығын алады және де арт жақта бізде орындықтарымызды жылытқыш. Алдында бізде қараңыздар, проекция на лобовом стекле. Міне память сиденьясын барлығы көрсетіліп тұр. Мына жақта үстінде люк, артқы багажы бізде электрический. Енді бұл автокөлікті Алматыға жеткізу үшін $2500 доставкамен услуга төлейсіздер. $2000 ол доставка, $500 біздің қызмет ақымыз. Сонымен 1 миллион 350 мың теңгемен бүгінгі курспен есептейміз. Алматыға автокөлік 7 миллион 400 мың теңгеге тоқтайды. Достар, енді көліктің жағдайына келетін болсақ, осы сайт арқылы толықтай страховой историясын көрсек болады. Қараңыздар, 2 миллион 700 мың вон жұмсалған, теңгеге шығатын болсақ 1 миллион теңге кеткен. Мүмкін бұл полировка болуы мүмкін, себебі автокөліктің барлығы таптаза деп тұр. Алдыңғы бампер ауысқан болуы мүмкін, соның барлығы оңтүстік Кореяда тіркеледі. Ішкі сүйектері, барлық запчастары бізде заводской, міне жап-жасыл көрсек тұр. Енді бұл автокөлік Алматыға келген кезде 1 миллион 650 мың теңге растаможка төлейсіздер. Объемы 2 литр бензин болғаннан кейін 688 мың 100 теңге төлейсіздер. Первичка 1 миллион 966 мың теңге кетеді. Сос кнопка, сертификат, услуга брокера 500 мың теңге кетеді. Сонымен қазақ номермен 12 миллион 200 мың теңгеге тоқтайды. Қалай ойлайсыздар, өз бағасына лайықты автокөлік па? Қараңыздар, мына жерде 7-ші айдың 29-ында шыққан автокөлік. Осы жақында ғана шыққан автокөлік сатылымда. Егерде қызықтыратын болса, біздің жекемізде шығыңыздар, WhatsApp группаларымызға қосылыңыздар, Instagram, TikTok барлығын қарап жүріңіздер. Егерде қызықтыратын болса, осындай автокөліктер оңтүстік Корея